Сәлем! Бүгінгі біздің тақырыбымыз сұраулы қышлаулар. Сұраулы қышлаулардың жасалу жолы. Егер сөз дауысты дыбысқа және р, л, қысқа и, у дыбыстарына бітсе, ма, ме қосымшасы жалғанады. Екінші жасалу жолы. Егер сөз з, м, н, ң дыбыстарына бітсе, ба, бе қосымшасы жалғанады. Үшінші жасалу жолы. Егер сөз қатаң дауыссыз дыбыстарға бітсе, па, бе қосымшасы жалғанады. Сұраулы қышлаулар өзі тіркескен сөзден бөлек жазылады. Мысалы, бұл айна ма? Бұл қалам ба? Бұл кілт пе? Бұл қол сағат па? Бұл әтір ме? Бұл телефон ба? Бұл сөмке ме? Бұл тарақ па? Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол!